Сонда Қабанжаудың мынандай сөзі бар. Найманнан шыққан Таутан деген қызбен айтысады. Таутан сонда 23-тегі қыз. Қабан 60-тан асып кеткен кезде. Пайғамбардың жасына келіп қалған екен. Сонда оны жеңудің варианттарын іздейді ғой қыз. 6 ай дайындалады. Сонымен екеуге айтысады. Айтыстың аяғын діни айтысқа айналдырады ғой олар. Сонда шариғат деген не, 40 парыз деген не, пайғамбардың сүннет деген не, соның бәрін домбырамен қойып отыр. Қабанжы қызға жауап беріп отырады. Айтыс, қырғын таңғы айтысады ғой. Сон бір кезде қыз айтады ғой. Ақын болсаң алдыңа сал айтайын, Мұхаммедтің сүйегін кім ұстаған дейді. Мұхаммед пайғамбардың сүйегін дейді. Кім жерлеген деген сөз ғой. Иә, сонда қыз айтады ғой, Қабан айтады ғой, шырағым жас екесің дейді. Саған да үлгі болсын, кейінгілерге айта жүр дейді. Сүйегін Омар ұстап, Осман жуған, Әбу Бәкір құмғанмен суын құйған, Алланың арыстаны Әзіреті әлі иман айтып қасында қарап тұрған. Сонда кім айтады ғой? Қыз айтады, атыңнан айналайын пәруәрдігар дейді. Құдай дейді. Жел сөзбен өзіңізге дәсі бұрдым, атажан артық кетсе кешіре көр, маған батаң келер дейді ғой. Қарашы, мынау жел сөзбен өзіңізге дәсі бұрдым деген сөздің өзі бір докторлық диссертация ғой. Қыз айтып отыр ғой. Сонда қарашы, сүйегін Омар ұстап Осман жуған, Әбу Бәкір құмғанмен суын құйған, Алланың арыстаны Әзіреті әлі иман айтып қасында қарап тұрған дейді. Не деген бәле? Сонда сөз, қыздың сөзін көрмейсіз ба? Атыңнан айналайын пәруәрдігар.